Сен тірісің, демек сен бұл әлемге керексің. Әлі айтатын, жасайтын, істейтін ісің бар деген сөз. Тірісің бе? Демек үміт бар. Демек сен әлемге керексің. Сен тірісің. Сенің тірі болғаныңның өзі әлемге жеткілікті. Әлем сенімен сұлу. Сәлем, мен сенің онлайн құрбыңмын. Менің каналымда тек қана саған пайдалы подкасттар бар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпа. Саған қазір қатты қиын болып, қиын состояниеде, шатасқан, адасқан ойларда жүрсең, сен еш қорықпа. Сен дұрыс келе жатырсың, тура келе жатырсың. Кішкентай кезімізде әртүрлі адамдардың ойымен, солардың бізге айтқан сөздерімен денемізге, миымызға соны қабылдап өскенбіз. Бірақ оның барлығы шындық емес. Сен тірісің ба? Бітті. Сен әлемге керексің. Сен бұл дүниеге бекерден бекер келген жоқсың. Сенің осы әлемге, адамдарға тигізетін пайдаң бар деген сөз. Сен өзіңді кемсітпеші, жаным. Менің алдыңғы видеоларыма көптеген комментарийлер келді. Шүкір Аллаға. Ол комментарийлерді оқысам, көбісі менде травма көп деп жазған. Өзін төменсітетін, өзін сондай соңғы орынға қойып тастаған қыздар өте көп екен, қыз-келіншектер. Сен ол өзіңнің ойыңа сенбе. Сен ең төменгі орында емессің. Шындық біреу ғана. Ойлар көп, бірақ шындық біреу ғана. Мен дәл қазір саған шындықты айтайын. Сен уникальныйсың. Сен кереметсің, сен өте сұлусың. Сен айнаға қарашы, өзіңнің көздеріңе тура қарашы. Сен өзіңнің көздеріңнен сен үлкен космосты көресің. Маған сенші, шындық осы. Мен сіздерге өзімнің басымнан өткен кішігірім оқиғаларыммен бөлісе кетейін. Мен де солай ойладым. Өзім туралы жаман ойладым. Мен андаймын, мен толықпын, мен кембін. Менің қолымнан келмейді, мен анаған, мен мынаған лайықты емеспін деп ойладым. Бірақ мен қателестім. Аллаға айттым, мен берілемін, мен қателестім. Өзім туралы сондай ой үшін мен Алладан кешірім сұрап тәубе еттім. Сен де солай жасасаң болады. Өзің туралы жаман ой, ол сені тек жамандыққа алып барады. Сен не ойлайсың, не сезесің, Алла тағала соны өсіре береді. Өзің туралы жаман нәрсе, мен кеммін, мына жерім мынандай деп, солай өзіңді төменсіте беретін болсаң, Алла сол сенің фокусың тұрған нәрсені өсіре береді. Менің мына көзім андай, менің мұрным мынандай, менің аузым, менің тісім. Одан самайын Алла тағала сол нәрсеңді үлкейте береді. Ал сен өзің туралы қашан жақсы ойладың? Сен біреуге мотивация бересің, Сен әйел адам болсаң, сен күйеуім сынып қалмасыншы деп, күйеуің үшін сен өз энергияңды бересің. Ал ол ер адам. Ер адамның психологиясы әйел адамға қарағанда басқаша болады. Ал сен өзіңе саған кім айтады? Айтшы маған. Саған кім айтады жылы сөздерді, саған мотивацияны, саған кім айтады? Инстаграмнан, ютубтан жарайды көретін шығарсың. Бірақ саған жекеңе келіп, сені ешкім ондай ауыр, ондай состояниеден сені ешкім алып шықпайды. Сені алып шығатын жалғыз құрбың бар. Ол кім екенін мен саған айтайын. Ол сенсің. Сен өз-өзіңе құрбысың. Сен өз-өзіңе психологсың. Просто сен дәл қазір өзіңе деген ойыңды тоқтат. Өзіңді басқар, өзіңнің ойыңды басқар, өзіңнің эмоцияларыңды, өзіңнің сезімдеріңді басқаршы. Сен көшеде келе жатырсың. Саған бір танысыңды көріп қалдың. Сені көрді да, «Уля, не болған саған? Әбіржіп кетіпсің ғой» деді. Ал сен соның сөзіне сеніп қаласың. Десін да, «Уля, әбіржіп кеттің ғой» деп, соны сен бір ай немесе 2 ай ойлап, әбіржіп кеттің, не істесем болады, «Уля» дейсің да, сен соның ойындағы нәрсемен айналысып кетесің. Дәл сол кезде сен өзіңді басқаруың керек. Сен оның сөзіне ерме, ол жалған айтып жатыр. Әбіржіп кетіпсің деп, сен туралы ол жалған ақпарат айтып жатыр. Біз қазір біреудің ойына тәуелді болып кеткенбіз. Өзіңді тоқтатшы.
Біреудің ойына тәуелді болмашы ешқашан. Олар саған ешқашан шындықты айтпайды. Шындық сенің мына жағыңда, шындық сенің жүрегіңде. Жүрегіңді аш, махаббатты бөл. Мен саған бір шындықты, бір құпияны айтайын ба? Ешкім айтпайтын құпияны айтайыншы. Сенің бойыңда Алланың берген рухы бар. Біз дем аламыз, Алла тағала осы демді саған алдырып тұр, дұрыс па? Сенің жүрегіңді тоқтаусыз, қанша жастасың, сонша жыл жүрегіңді тоқтаусыз соқтырып тұрған кім? Ол сен емессің, ол Алла тағала. Махаббатпен жаратқан адам затты деген осы сөз маған өте қатты ұнап қалды. Сені, мені, барлық адамдарды Алла тағала махаббатпен жаратқан. Сондай махаббатпен жаратқан. Ал сен, сол Алла тағала саған сондай сені махаббатпен жаратып тұрғанда, сен қалай өзіңді төмен түсіресің? Айтшы маған. Жаным, сен өзіңді төмен түсірмеші. Бірінші өзіңе деген ойыңды өзгертші. Сен мысалға өзің туралы, менің мына жерім бір түрлі, мысалға айтайын да, мен толықпын, толықтығымнан қатты комплексовать етемін деп айтқанмын. Мен сондай ойда өмір сүрдім өзім туралы. Жоқ, мен толық болсам да әдемімін. Мен осындай томпақтығыммен мен әдемімін деп мен өзімді қабылдадым. Просто қабылда. Аллаға берілді, қабылда. Аллахым, мен саған берілдім деді. Арғарай айтатыныңды айт. Мен өзімді қабылдаймын де. Сен оны бір-ақ рет жасап, ой, мына техника істемейді екен деп кетпе. Оны сен күнде айт. Саған ешкім бермейді. Мен саған шындықты айтайыншы, фактты айтайыншы. Саған ешкім энергия, ешкім саған бір керемет мотивация беру мүмкін. Мотивация деген ол қазір тыңдадың, 5 минуттан кейін, 10 минуттан кейін ол уже мына жағынан кіреді, мына жағынан шығып кетеді. Просто сен өзіңе деген ойыңды өзгертші, болды. Честно, сонда бәрі жақсы болады. Сен өзіңе деген ойыңды өзгерт, өзіңе деген критиковать етеміз ғой біз өзімізге. Біреуге бірдеңені дұрыс жасамай қойсақ, соны кейіннен түсінсек, біреуге барамыз да соны айтамыз біз бұлай. Факт қой бұл. Мен өзімнің де басымнан өткен. Мен таза жындымын ғой деп айтамыз. Наңғарсай деп ше. Сен жынды емессің. Сен просто жаным, өзіңе нежный болшы, өзіңе мейірімді болшы өзіңе. Неге сен өзіңе сондай, Алла тағала сен махаббатпен жаратып тұрғанда, білмеймін енді мен саған қалай жеткізейін. Сен тірісің бе, значит сенде үміт бар. Сенің қолыңнан келетін бір керемет қабілет бар. Әрбір адам уникальный. Мен өзімше уникальныймын. Сен өзіңше уникальныйсың. Сенің бойыңда Аллахтың берген рухы бар. Сен сол рухты просто сен андайсың, сен топассың, сен жындысың деп өз-өзіңе сондай жаман нәрселер, жаман сөздерді айтып, сен ол рухты сен тығып тастағансың. Сол рухты қайта оятшы. Оята аласың, сенің қолыңнан келеді. Ол үшін дым, курс, пәленбай миллионға бірдеңе сатып алудың қажеті жоқ. Просто сен көзіңді жұмда сезінші. Просто сезінші өзіңнің осында екеніңді, сенің осы жерде бар екеніңді сезінші, ішіңе үңілші. Сен үңіле аласың, сен шеше аласың ол түйінді. Өзіңді қатты критиковать етпеші. Өзіңе үкім шығарып бір өзіңді соттап жібермеш, пожалуйста. Сен сондай көзіңмен әдемісің. Сен сондай ішіңдегі майыңмен әдемісің. Оны май, если саған ұнамаса, оны кетіруге болады. Ішті кетіруге болады. Майымдамаш, барлық проблем. Тірісің ба? Болды. Сен барлық проблеманың шешімі бар.
просто біз өткен шақпен өмір сүреміз. Анау маған үйтіп айтқан, ойбай, мынау маған үйтіп айтты, ойбай, осылай өмір сүреміз. Соны 2 ай, 3 ай, 1 жыл көтеріп жүреміз. Прикинь? Ал ол айтқан адам айтты, бітті, ұмытып кетті, ары қарай өзінің өмірін сүріп жатыр. Ал сен болсаң, соның бір айтқан, сен туралы бір айтқан жаман или там сені сынаған сөзіне сен 1 жыл бүйтіп жүрсің да, өз-өзіңді құртып, уақытыңды құртып. Ондай болмашы. Өзіңді жақсы көрші. Өзіңді жақсы көр, өзіңді сыйла, өзіңнің құндылығыңды тапшы. Сен қандай болсаң да, сен қателессең де, сен қателесуге міндеттісің ғой. Сен өткен пендесің ғой. Алла тағала сен солай жаратты. Қателескенің үшін өзіңді соттап, үкім шығарып жүрмеші өзіңе. Өз-өзіңді соттап, мен андай, олай істемеші. Өмірге жалыса етпеші. Жалып жасай бермеші. Өтініш. Маған сенші, маған сенесің бе? Маған сенші өтініш. Мен тек шындықты айтып жатырмын. Сен қанша қателік жаса, күнә жаса, бірақ сенің құндылығың ол үшін азаймайды. Сен просто өзіңді жоғалтып алдың. Өзіңді тапшы, өзіңді сырттан іздемеші, біреудің вниманиесінен, біреудің бір ортадан өзіңді іздемеші. Сен ортаға барып, сен өзіңді таппайсың, өзіңді одан самай жоғалтып аласың. Сен осындай состояниеде жүріп, сен ортаға, любой бір ортаға барсаң, не жақсы болсын, не жаман болсын, кез келген ортаға барсаң, сен өзіңді жоғалтып аласың. Өйткені сенде состояние, сенің ішкі халің дұрыс емес, сенің ішіңде ішкі сыншы деген болады әр адамда. Сол ішкі сыншыңның сөзіне еріп кетесің. Былай кейінде нәпсі деп айтамыз ғой. Соның сөзіне еріп кетесің. Ермеші, өзіңді басқара білші, ойларыңды басқар. Өміріңді өзгерту үшін сен айналаңа деген ойыңды өзгертпейсің. Айналаңа деген көзқарасыңды өзгертпейсің бірінші. Әрине оны да өзгертесің, бірақ ол уақыт өте келе. Сен бірінші өзіңе деген ойыңды өзгертесің. Сен өзіңе деген көзқарасың дұрыс емес қой. Сен айналаға қалай дұрыс қарай аласың? Сен өзіңе деген ойыңды дұрыстаршы. Мен мына жерім кем, мен мына жерім ұнамайды, мысалға, солай айттың, е? Сен өмір бақи ұнатпай өтесің ол жеріңді. Алла тағала сені сол жеріңмен әдемі қылып тұр ғой негізі. Сен оны байқамайсың. Сен тек қана ойың бәрі сондай негативный болып кеткен. Сол үшін сен тек жаман жағын ғана көресің. Ал сол жерді әдемі қылып көрсетуге болады негізі. Әлемге өзіңе басқаша қарасаң болады. Басқаша көз қараспен қарап көрші. Дәл қазір айнаға бар да, өзіңе қарашы. Қарада, сен өзіңе деген көңілің толмайтын жерді жақсы жаққа өзгертіп көрші. Сен өзіңе деген ойыңды өзгерткенде ғана сен айналаңа деген ойыңды оңай өзгерте аласың. Сен әлемге керексің. Менің білім алғаным кімге керек деп жазып жүрді кеше бір қыз. Сенің білім алғаның әлемге керек. Сенің білім алғаның өзіңе керек. Бірінші очередь. Екінші, сенің бала шағаңа керек, сенің күйеуіңе керек, әлемге керек сенің білім алғаның. Өзіңді соншалықты төмен түсірмеші. Сен ондай төмендікке, ондай плентусқа сен лайық емессің. Сен өте күшті, әдемі өмірге лайықтысың. Маған сенші. Мен андай өмір көріп атамыз. Инстаграмдағы барлық танымал адамдардың өміріне сене бермеңіз. Ол жерде тек қана өзінің курсын, не анаусын, не мынаусын, өзінің продукциясын сату үшін өмірін керемет мынау қылып көрсете береді. Жаным, оларға қызықпашы. Сен оларға қызу арқылы өзіңді солармен салыстырып, өзіңді выгоранияға алып бара бересің. Инстаграмда блог жүргізбейсің ба? Инстаграмыңды, тиктогыңды өшіріп таста, ол саған керек емес. Ютубты аш. Ютубта
саған керек толған білім көп алам десең, бірақ сен менің білім алғаным кімге керек деп, ол қате түсінік. Сенің білім алғаның әлемге керек, әлем сені күтіп тұр, күтіп жатыр сені. Мынау қашан оянады, мынау қашан білім алады деп сені күтіп тұр әлем. Ал сен өзіңді түсіріп жатсың. Мен онда мысалға Инстаграмда керемет бір Балиде, сондай бір шетелде өмір сүріп жатқан блогерлер көп та, қазір соны көресің да, мен мынандай өмірге лайықты емес шығармын, жарайды мақұл деп ойлаймыз. Хорошо, оны шетелді қойшы. Әшейін біз қымбат iPhone аламыз, 17 Pro Max алдық делік. Енді осыған мен лайықты болуым керек, осымен ақша табуым керек деп ойлайды көп қыздар. Мен де солай ойлағам. Мен де қазір 15 Pro, осы телефонды алған кезде мен солай ойлағам. Енді осы телефонға лайықты болуым керек деп. Қалай айттым мен соны деймін да? Қалай айтасың? Олай айтпашы. Бұл телефон сен үшін жаралған. Алла тағала осындай гаджеттерді, осы әлемнің барлық кереметін, барлық нәрсені, көлікті, үйді, зәулім сарайларды сен үшін, дәл сен үшін жаратқан. Сен қалай оған мен лайықтымын ба деп ойлайсың? Қалай ойлайсың? Конечно, сен лайықтысың. 100% лайықтысың сен. Ол просто дүние. Алла тағалаға дүние барып сұрайды екен. Я Аллам, мен мына сенің мына құлыңа лайықтымын ба деп дүние барып сұрайды екен. Сен қалай мен дүниеге лайықтымын ба деп өз құныңды түсіресің? Сен өз құныңды түсірмеші. Қымбат телефон, қымбат үй, қымбат машина, шетелге шығу, сен барлығына лайықтысың. Өйткені ол дүниелердің барлығын Алла тағала дәл саған жаратты. Ол иттерге, малдарға жаратқан жоқ қой. Барлық әдемілікті, барлық керемет заттарды ол саған жаратты. Сен қалай оған лайықтымын ба, мен оған лайық емеспін деп ойлайсың? Маған айтшы осыны. Өзіңе деген ойыңды ауыстыршы. Сонда сенде бәрі жақсы болады. Сенің барлық проблемаң шешіледі. Өзіңе деген ойыңды автоматом ауыстырған. Бір күнде ауысып кетпейді. Уақыт өте келе барлығы түзеледі. Просто күнде әрбір қадамнан өзіңе деген ойыңды ауыстырып тұр. Мына техниканы сіздерге айтайыншы, ол техниканы ешкім бере бермейді. Бүйтесіздер. Азанда тұрған кезде әшейін үш-ақ сөз, үш-ақ сөйлем, үшеу ғана, 3 парақ жаз деп атқан жоқпын. И жаз, и айт, и сезініп айт. Сезініп айту өте маңызды. Я благодарен. Мен разымын осы өміріме. Я благодарен. Мен разымын. Я согласен. Мен келісемін барлығымен. Мен келісемін Алланың маған бергенімен. У меня все есть. Сенде жоқ болса да, менде бәрі бар. Осы үшеу. Я благодарен, я согласен, у меня все есть деп 30 күн айтып, жүректі қосып айту керек. И 30 күн бойы блокнотың толтыршы, күнде жазшы. Үш-ақ сөйлем жазуға ерінсең. Сенде бәрі аяқ асты өзгереді. Маған сенші. Сен олай өзіңді керексіз сезінбеші. Сен әлемге керексің. Тағы айтам. Әлем сені күтіп тұр. Менің бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Мен беріліп кетіппін ғой, прямше ашылып отырмын дәл қазір. Мен бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болса, кішкене болса менен шабыт алсаңыздар, маған лайк басыңыздар. Қанша адам көреді, бірақ лайк баспай өтіп кетеді. Лайк басыңыздар, маған тіркеліңіздер. Сіздердің тіркелгендеріңіз, лайк басқандарыңыз, әрбір комментарийларыңыз мен үшін шабыт. Мен содан энергия алам. Мен соларды көремді, түнімен ұйықтай алмаймын. Демек мынандай нәрсе керек екен ғой қыздарға. Мен осыны жасайын деп түнімен ұйықтамай соны зерттеп, осылай мотивация берейін. Бәлкім менің себебімнен бір жанның өмірі өзгерер деген оймен маған шабыт сыйлайсыздар.
менің каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңмен осындай қиын состояниеде жүрген достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі видеода кездескенше жандарым, тағы да айтам, сен тірісің ба? Бұл сенде үміт бар. Сен әлемге бір жақсылық бере аласың. Маған сен.